Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында, менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаның сар бөлігіне үстіне қант қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін ертілген сары майымызды үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Ситодан өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, салмамызға салып, қолымызбен тарам-тарам қылдырып илейміз. Тарам-тарам қылып илеген тестімізді формамызға саламыз. Мен форма 24-тік форма пайдаландым. Бір бөлігін сол формамыздың астыңғы бөлігіне видеодағыдай салып тегістейміз. Начинкасын дайындаймыз. Начинкасіне жұмыртқаның ақ, тұз, қант, қаймақ, ванилин және ұн керек. Бірінші жұмыртқаның ақ бөлігін салып, оның үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз ақ болғанша. Сосын ванилин, тұзды салып араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Және ұнымызды салып, бәрін бірге қосып араластырамыз. Жаңағы формадағы тестіміздің үстіне құйып, тегістейміз. Тегістеп болғаннан кейін жаңағы екінші бөліктегі тестіміз үстіне сеуіп, бетін жабамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лүпіл басып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.